Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен керемет салаттың рецебімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең оңай тойымды салаттың рецебімен бөлісемін. Ал бисмиллах деп жұмысымызды бастаймыз. Қиярымызды осындай етіп, ұзынша етіп турап аламыз. Мен жұмыртқамды да пісіріп, солай етіп турап алдым, және тауығымды да солай турап алдым, пісіріп. Тек мына жерде қиярды осылай турадым. Соны көрсеттім, сіздерде солай жасаңыздар. Ыдысымызға қиярымызды турап, осылай солонка турап, ұзынша етіп салып аламыз. Және жұмыртқамды мен алдын ала қайнатып, дайындап алдым. Оны да ұзынша етіп турап, қиярымыздың үстіне саламыз. Және тауық етімді де пісіріп, ұзынша етіп турап алдым. Қуырып алсаңыздар да болады, өз қалауларыңызша әрине. Үстіне және жүгерімізді қосатын боламыз. Ең оңай тез жасалынатын салаттардың бірі. Дәміне қарай, татымына қарай жүгерімізден кейін тұзымызды салып, майонезімізді қосып, барлығын бір келкі етіп араластырып аламыз. Осылай барлығын араластырып болған соң, ыдысымызға әдемілеп салып аламыз. Және үстіне әсемдеу үшін осындай картошка, қуырылған картошка мен алдын ала дайындап алдым. Осылай картошканы үткіштен өткізіп, салқын суға жақсылап жуып, қайта-қайта майға осындай қып-қызыл болып қуырғанша қуырып аласыздар. Сосын салаттың үстін осымен жауып, украшение жасап, әдемілеп қонағымызға ұсынатын боламыз. Достар, жасап көріңіздер, өте тойымды салат және дәмді салат. Және ең жасалу жолы оңай салат. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Мінекей менің салатым дайын. Жасап көруге сіздерге кеңес етемін. Барлықтарыңызға рахмет достар. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын, сау болыңыздар.